Ассалаумалейкум, құрметті құсшы қауым. Баршаңызға қайырлы күн. Так, мінекей біздің тауықтарымыз. Жылы су бердік. Қораның тесік, бірақ мына лампа деген өзі ала алмай тұр. Біздер әдейі құсты осы көктемге қаратай алдық. Бізде Орал қаласында әлі қыс аяз бар. Түнде аяз, күндіз жылы болғанымен әлі минусте тұр, плюске шыға алмай тұр. Сол себепті бұл тауықтар жалпы бұрын малмен, қоймен, немен тұрд, жұмыртқа туып тұрд. Енді қазір бізге келіп кішкене болса да қораң салқын болғаннан жұмыртқа туып жатқан жоқ. Сол себепті енді біздер бұған жұмыртқа туғызуымыз керек. Қораның салқындығына қарамай, сол үшін бұлардың денелерін қыздыру керек. Біздер енді мынаның ішінде баяғы өзімнің тауықтардың жемі, ешкілердің жемдері, кебек. Бұл кебек сасып атыр, ішінен шыққанның боқтардың иісі. Бұның ішін төгеміз. Біздер бір қапшық ақ бидай алдық. Так, сосын так, мынау қандай жем? Так, мынау куриный рац. Так, мынау кукуруз. Кукуруз алдық. Так, енді осыларды куриный рацтың ішінде де кукуруз болады, шемішкі болады. Мұнаның ішінде де шемішкі бар, қара шемішкі, кукуруз алдық. Енді осылардың барлығын біздер суға араластырып, дәл осылай саламыз, үш жерге. Содан кейін осындай шелекке, темір шелекке үшеуін салып, суға қайнатып, бұқтырып қоямыз. Содан кейін барып, так, мен туғызатын жемдерім бар еді. Видео қалып қойған сияқты, келесі видеода көрсетем. Ол қандай жем. Суға бұқтырғаннан кейін, оны ертең алдағы видеоларда сіздерге міндетті түрде көрсетем. Қалай дайындалу керек, қалай дайындайды, соның барлығын көрсетем. Сол жемді араластырып бересіздер. Ол жем құрамысында кальций бар, мыналардың денелерін қыздыратын өзінің ащы қоспалары бар. Сол себепті тауықтардың денесі қызған сайын тауықтар жұмыртқаны тууын жақсартады, және де үй тауықтар болса, ол басып та қалуы мүмкін. Так. Бізде қазір қора кішкене шашылып жатыр, енді жинейтін боламыз, ала берді. Содан кейін көбі кеше TikTok'та да, YouTube'та да сұрақтар қойып жатыр. Менің тауықтарымның жек қоятын, жұмыртқа жек қояды. Оған ракушняк бар, магазинде сатады. Ракушнякты алып берсеңіздер болады. Енді оның барлығын келесі видеода толыққан түсіндіріп өтем. Әзірге видео осы, келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар. Міндетті түрде менің арнама тіркеліңіздер.